Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы эксперттік бағалау әдістері. Сабақтың мақсаты: бүгінгі сабақта сіздер эксперттік бағалау әдістерімен танысып, мәнін түсінетін боласыздар. Ең біріншіден, эксперттік бағалау дегеніміз не деген сұраққа жауап беріп көрейік. Эксперттік бағалау шешім қабылдау мақсатында сарапшылардың пікірі негізінде проблемаға баға беру процедурасы. Эксперттік бағалау қажеттілігі. Не үшін эксперттік бағалау қажет? Ең біріншіден, географиялық нысан мәселе жөнінде нақты деректердің жеткіліксіз болуы. Екіншіден, болжау нысанының шамадан тыс үлкен болуы. Үшіншіден, нысанның болашағы туралы белгісіздіктің көп болуы. Және төртіншіден, төтенше жағдайға және тағы басқаларда шешім қабылдауға уақыттың өте аз болуы. Эксперттік бағалау екі түрге бөлінеді. Суретке назар аударсақ, суреттен көрініп тұр, жеке және топтық. Жекеде, яғни жалғыз бір адам өзі шешім қабылдайды. Топтықта бірнеше адамдар, ол бізде 10 адамнан тіпті 3000 адамға дейін болуы мүмкін. Енді жеке эксперттік бағалау әдістері. 3 әдісі бар: интервью әдісі, талдамалық әдіс және сценарийлік әдіс. Интервью әдісі өздеріңізге мәлім, күнде теледидардан көріп жүресіздер. Сарапшыға проблема бойынша сұрақтар қойылып, бірден жауап алынады. Екінші, талдамалық әдіс. Сарапшы ақпарат негізінде жағдайға, нысанның даму тенденцияларына баға береді. Және үшінші, сценарийлік әдіс. Сарапшы нысанның немесе үдерістің даму болашағына қатысты логикалық тізбе құрастырады. Топтық эксперттік бағалау әдістері. 3 әдісі бар: миға шабуыл әдісі, 635 әдісі және Дельфи әдісі. Миға шабуыл әдісінде ұжымдық идеялар жинақталады, бір-біріне қарама-қарсы идеялар ұсынылады, пікір алмасу арқылы ортақ шешімге келуге тырысады. 635 әдісі аты айтып көрсеткенде 6, 3, 5. 6 нені білдіреді? Яғни 6 сарапшы қатысады. 3. Әрбір сарапшы 3 идея ұсынады, және 5 деген сан нені білдіреді? 5 уақыт, ол сарапшыға, яғни 5 минут уақыт беріледі. Ең құнды жаңа идеялар қабылданады. Және үшінші, Дельфи әдісі. Мұнда сарапшылар бірін-бірі мүлдем танымайды, бір-бірімен мүлдем кездеспейді және ұзаққа созылған проблемалық жағдайды шешудің ықтималдылығына баға береді. Ал енді өзіңізді тексеріп көріңіз. Эксперттік бағалау қандай жағдайда жүргізіледі? Жеке және топтық эксперттік бағалауларды салыстырып, әр қайсысының артықшылығы мен кемшілігін ойлаңыз. Яғни, жеке эксперттік бағалаудың артықшылығын және кемшілігін, топтық эксперттік бағалаудың артықшылығы мен кемшілігін. Және үшіншіден, Дельфи әдісінің артықшылығы мен кемшілігін анықтаңыз. Сонымен жауабы. Бірінші сұрақ: эксперттік бағалау қандай жағдайда жүргізіледі? Географиялық нысан мәселе жөнінде деректер жеткіліксіз болғанда, нысанның болашағы туралы белгісіздік көп болған жағдайда, шешім қабылдауға уақыт өте тығыз болған жағдайда және болжау нысанының шамадан тыс үлкен болған кезде жүргізіледі. Сонымен екінші сұрақтың жауабы: топтық эксперттік бағалаудың артықшылығы және кемшілігі. Ең бірінші артықшылығына тоқталып өтейік. Субъекттен тәуелсіз шешім шығаруға мүмкіндік береді. Жеке эксперттік бағалау кезінде бір ғана адамның ойы ескерілетіндіктен, онда көпшіліктің шешімі шығарылады. Және сарапшы пікірлерінің шынайылығын қамтамасыз етеді. Кемшілігі: эксперттердің бір-біріне қарсы топтарға бөлінуі, өйткені көптеген адамдардың ойлары сәйкес келмеуі мүмкін. Және екінші кемшілігіне қоғамдық сынға ұшырауға деген қорқыныштың пайда болуы мүмкін. Енді жеке эксперттік бағалаудың
артықшылығы мен кемшілігіне тоқталып өтейік. Жеке эксперттік бағалаудың артықшылығы шешімнің тез қабылдануы. Өйткені ол жалғыз адам. Екіншіден, уақыт тапшылығы кезінде тиімді. Топ құрып бір-бірімен ақылдасып жатпайтындықтан уақытты мұнда жоғалтпайды. Тек қана жалғыз адам өзі жылдам шешім қабылдайды. Кемшілігі, интервью әдісі кезінде сарапшы ойлануға, алдын ала жауап дайындап қоюға, қосымша мәліметтер дайындап қоюға мүмкіндігі болмайды. Өйткені өздеріңіз білесіздер, интервью әдісі кезінде бірден сұрақтар қойылып отырады. Екінші кемшілігі, сарапшының мойнына жауапкершілік өте көп түседі. Яғни ол қандай да бір проблемаға байланысты шығарылған шешімге жалғыз өзі жауапкершілік атқарады. Үшінші, шешімнің субъективті болуы. Яғни ол бір ғана адамның ойы, бір ғана адамның шешімі. Келесі үшінші сұрақ Дельфи әдісінің артықшылығы мен кемшілігі. Естеріңізге түсіп өтемін, Дельфи әдісінде сарапшылар бір-бірімен кездеспейді, бірін-бірі танымайды. Яғни, оның бірінші артықшылықтарына келіп өтейік. Пайдалануға оңай. Екінші, мәселеге қатысты барлық адамдардың пікірі ескеріледі. Үшінші, мәселені жан-жақты объективті зерттеуді қамтамасыз етеді. Және төртіншіден, тәуелсіз ойлауға ықпал етеді. Және кемшілігі, ұжымдық пікір әрқашан дұрыс бола бермеуі де мүмкін. Екіншіден, кейбір сарапшының пікірі назардан тыс қалуы мүмкін. Яғни, Дельфи әдісінде көп топтық эксперттік бағалауда адамның саны 3000-ға дейін жетуі мүмкін. Сондықтан да кейбір адамдардың пікірі ескерілмей қалуы мүмкін. Үшіншіден, уақытты көп алады, яғни 1 айға дейін созылуы мүмкін. Төртіншіден, аз санды сарапшылардың шешімі қабылданбай қалуы мүмкін. Рефлексия. Сонымен бүгінгі сабағымызды қорытындыласақ, қазір өздеріңіз отырып, БББ әдісі арқылы, яғни мен білемін, осы сабаққа дейін сіздер эксперттік бағалау әдістері туралы не білдіңіздер? Білдім, бүгінгі сабақта не білдіңіз және білгім келеді. Болашақта не білгіңіз келеді, қандай сұрақтар сізді толғандырады, осы сұрақтарға жауап беріп көріңіз. Үй тапсырмасы. Әрине, оқулықтағы тақырыпты бір оқып қайталап шығыңыздар және 635 әдісін пайдаланып, отбасы мүшелері немесе достарыңызбен бірге бір мәселені алып, осы мәселелер жөнінде идеялар жинақтаңыз. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.